оқушыларым, орыс тіліндегі сабақтарымызды ары қарай жалғастырамыз. Орыс тіліндегі сабағымыз бүгін 11-ші сабақ септелмейтін зат есімдер. Егер орыс тілін үйренуді серьезно алдыға мақсат етіп қойсаңыз, онда осы сабақтарды мұқият тыңдаңыз және бұлардың окончаниесін жаттап алу керек. Айттым ғой да өткен сабақта. Бұл қазақ тіліндегі жаңағы атау септік үй, іліксектік кімге, неге, үйге, үйден, үйде деген сияқты бізде де окончание өзгеріп тұр ғой. Жалғаулар мен жинақтар сол сияқты өзгереді. Соны есімізге сақтап алуымыз керек, біз қай сөзге қандай жалғаулық жалғанады екенін. Оны бұдан бұрынғы сабақтарда бірінші склонение, екінші және үшінші склонениеге жататын зат есімдер деген тақырыппен мен сіздерге түсіндіргенмін. Бүгінгі сабағымыз септелмейтін зат есімдер. Яғни барлық септікте сол бір ғана окончаниемен тұра беретін зат есімдер туралы сөз болады. Сонымен септелмейтін зат есімдер аго, яго, ово, их, ко деген окончаниемен аяқталатын славян тіліндегі фамилиялар септелмейді. Мысалы, черных, кешіріңіздер, живаго, долгих, по-моему, да? Долгих деп оқылатын сияқты, қателеспесем, могилко, украинская фамилия сияқты. Яғни бұл адамдарды біз өзгертпейміз. Кімге апарып бер? Черныхқа деген, черныхқа деп біз қосамыз ғой. Но отдай черных болады, черныху, черныха деп бұлар өзгермейді. Черных, живаго солар сол күйінде қалады. Қай септікте тұрса да. Келесі. Кейбір қаланың аттары септелмейді. Кейбір қаланың аттары. Атырау, Ақтау, Сочи, Токио. Атырау, Атырауе, Атырауа, из Атырауа, в Атырауе деп айтпаймыз. Атырау, Ақтау сол қалпында қалады. Шет елден енген сөздердегі әйел адамның фамилиясы, шетелдік әйел адамның фамилиясы септелмейді, яғни сол қалпында қалады бәр септікте. Мысалы үшін, Марина Диц, Марина аты, Диц фамилиясы, Диц сол қалпында қалады. Хелен Вессел, Хелен Вессел, веселу, весела деп айтпаймыз. Хелен Вессел, әйел адамның шетелдік тегі, яғни фамилиясы септелмейді, есімізге сақтаймыз. Нэнси Смит, Смит тоже септелмейді. Келесі, септелмейтін енді күнделікті бізде қолданатын зат есімдер. Бірінші сөз пальто. Атау септік. Кто? Что? Пальто. Родительный падеж. Чего? Нет пальто. Пальта деп айтпаймыз. Дательный чему? Пальто. Винительный вижу что? Пальто. Творительный падеж чем? Пальто. Предложенный падеж думаю о чем? О пальто. Өзгермейді пальто. Есімізге сақтаймыз. Келесі мысалдар келтіре кетейін енді. Мына жерде септелмейтін зат есімдер. Мысалы. Мысалдар. Будь добр. Принеси мне пальто. Менің пальтомды әкеліп берші деген сөз. Его пальто сильно изношено. Оның пальтосы тым ескіріп кеткен екен. Его пальто сильно изношено. Пальто средний род, сондықтан да изношено дедік. Келесі. У него нет другого пальто. Другого пальто, пальтық ештеңе кер жоқ. Пальто қалады сол күйінде. Я ему куплю новое пальто. Средний род сол күйінде қалады. Я ему куплю новое пальто. Она была без пальто. Без пальта деп айтпаймыз. Без пальто. Поэтому заболела. Без пальто. Өзгермейді дедік жаңа. Я расхотела идти в кино из-за сильного дождя. Қандай сөз? Кино. Өзгермейтін, септіктер бойынша өзгермейтін тағы бір сөз кино. Кино. Бәр септікте кино болып қалады. Казахстанское кино сильно развивается. С каждым новым кино мы знакомимся с новыми киноактерами. Многие пытаются снимать кино. Это стало модным. Некоторые снимают качественное кино, а некоторые кино стыдно смотреть. Кино деген екінші сөз септелмейтін. Өздеріңіз түсінгенде, мысалдардан.
тағы да басқа. Келесі тағы да мысалдар арқылы дәлелдеп кетейін. Мы живем в Атырау. В Атырау демейміз. Они приехали из Актау. Из Актауа демейміз. Актау, Атырау септелмейді, осылай бәр септікте қалады. В Актау нет снега. В Атырау тоже совсем не было снега в этом году. Мы прилетели в Токио ранним утром. Мы прилетели в Токио ранним утром. Тоже септелмейді Токио деген сөз. Сегодня Черных пропустил урок. Черных. Кто Черных? А мынаны Черныхқа беріңдер деген сөз. Отдайте Черных болады. Отдайте Черныху деген керек жоқ. Я отдал письмо Нэнси Смит. Жаңа Нэнси Смит дегеніміз әйел адамдардың шетелдік фамилиясы септелмейді дегенбіз, естеріңізде болса. Я отдал письмо Нэнси Смит. Смиту деп айтпаймыз, өйткені бұл Нэнси әйел адам, тегі шетелдік болып тұр. Она его передала Марине Диц. Кімге? Марине Дицу, Дице деп айтпаймыз. Марине атын септедік, өйткені ол славян аты. Диц дегеніміз шетелдік фамилиясы, сондықтан да ол септелмейді. Сонымен орыс тіліндегі септелмейтін зат есімдерге байланысты бүгінгі сабақ осымен тәмам. Егер де сіз осы уақытқа дейін пальтоны, киноны қалай септеуді білмей жүрсеңіздер, яғни енді ол туралы сізде ақпарат бар, қорықпай бәр септікте сол бірінші атау септік қалпында қолдана беретін боласыз. Сонымен әдеттегідей сабақ ұнап жатса лайк басамыз. Ең бастысы келесі сабақтарды жіберіп алмай дер кезінде сол хабарландыру алып тұру үшін каналға жазылып кішкентай қоңырауды баса қойыңыздар. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.